Өз компьютеріміз немесе ноутбугымыз жайлы системалық және толық мәліметтерді қалай білеміз? Бірінші жолы пускқа тышқанның оң жақ батырмасын басамыз, системаға кіреміз. Мінекей бұл жерде сіздің процессор туралы, азудың памяті туралы, системаның түрі туралы мәліметтер берілген. Екінші жолы бұл барлық Windows операциялық жүйелерінде білуге болатын жол. Мой компьютерге кіреміз. Кез келген бос орынға тышқанның оң жақ батырмасын басып, свойствоға кіреміз. Бұл жерде де дәл солай системалық мәліметтер берілген. Енді үшінші жолы ол толық мәліметтер білу жолы. Пускқа тышқанның оң жақ батырмасын басамыз, выполнитқа басамыз. Монополияға ағылшынша әріптермен DX, D актив тереміз. Окей. Міне бұл жерде мына система деген жерде сіздерге міне компьютердің аты, моделі, биостың версиясы туралы, процессор туралы, азудың памяті туралы, файл подкачки, DirectX версиясы туралы мәліметтер берілген. Бұл экран. Экранда имя деген жерде бұл сіздің видеокартаңыз, шығарған компаниясы, микросхеманың түрі. Сіздің видеокартаңыздың ішінде орнатылған дегенді білдіреді. Видеокартаңыздың памяті, экранның размері, монитор шығарған компания. Звук бұл дауыстарға қатысты. Вводты. Тышқан мен клавиатура туралы мәліметтер берілген.